Сәлем достар, әлемде өз үйлерін тастап кетуге ниет білдірмейтін адамдар көп екен. Қазір мен сіздерге әлемдегі дамыған елдердің заңдары қалай керемет істейтінін көрсетемін. Бұл заңдардың алдында тіпті бай адамдар мен мемлекеттің өзі де қарапайым қара халық адамдарымен тең деңгейде. Қырсық білдіріп өз үйлерін заңды түрде сақтап қалған адамдар. Алдын ала айтып кетейін, күлкілі оқиғаларым да жеткілікті. Бастайық. Бардың айналасындағы жер 2015 жылы құрылыс конгломератына сатылды, бірақ бардың өзі сырттан келген қысымға берілмеді. Өйткені оның иесі Джордж Саллим және оның әулеті көптеген ұрпақтар бойы мүлікке ие болды. Құрылысшылар үйлерді бардың айналасында тұрғызуға мәжбүр болды. 20 ғасырдың басында Викхэм отбасы Лондонның шығысында үлкен дүкен салуға шешім қабылдады. Бірақ сағат жөндеу шеберханасы мен жергілікті дүкен иелері өз үйлерін сатудан бас тартты. Викхэм ақыры бір үйге бөлінген екі ғимараттан тұратын ансамбль салды. Уақыт өте келе үй иелері банкрот болады деп үміттенді, бірақ бұл болмады. Ал Викхэм дүкені одан бұрын 60 жылдары жабылып қалған. Қазір бұл ғимарат Лондон шетіндегі көрікті жерлердің бірі болып табылады. Қытайдағы Руан қаласының тұрғыны өте принципті әйел болып шықты және 2013 жылы бизнес орталықтың белсенді құрылысына басталып кеткеніне қарамастан өз үйін оларға сатпады. Үй иесі мемлекет өтемақының мөлшері төмен көрген. Бұған дейін ол үйде бір жыл ғана тұрса да, ол су мен электр қуатын өшіргеннен кейін одан әрі тұра берді. Кейбіреулері терезе астындағы жолдың дыбысына мүлдем қарсы емес. Мен Қытайдың Шижан қаласындағы тұрғындары туралы айтып отырмын. Бульдозерлер олардың үйін бұзуға келгенде 3 отбасы бульдозерлердің алдына шығып кедергі болды. Енді олардың үйі барлық жағынан жылдам жүретін тас жолмен қоршалған. Бұл 360 градус көріністе жол болғанын қалайтындар үшін өте керемет. 2004 жылы Қытайдың Чонкин қаласынан шыққан 3 отбасын бірде-бір ақша сомасы үйден кетуге мәжбүрлей алмады. Онда олар 3 ұрпақ бойы өмір сүрді. Олар жақын маңда 6 қабатты үлкен сауда орталығының құрылысы басталып кеткеніне мүлдем алаңдамады. Отбасылар қонаққа кетіп қалғанда құрылысшылар үйдің айналасында үлкен шұңқыр қазып тастаған. Бірақ бұл табанды тұрғындарды тоқтата алмады. Олар бәрібір еңбектеп үйлеріне мінген. Отбасы жергілікті танымал адамдарға айналды. Ал 2007 жылы үлкен өтемақы алғаннан кейін ақырында үйден кетті. Джонниның кофеханасы Франциядағы кезінде болған Руббе тұрғын ауданынан қалған жалғыз ғимарат. Кофехана иесі 1965 жылдан бері ғимараттың иесі болып келеді, және ол қаланың қирауына мән бермейді. Ол кофені керемет дайындайтыны сияқты, әйтпесе әлі күнге дейін оған тұтынушылар келе береді. Газетке берген сұхбатында Джонни бұл үйде өлуді жоспарлап отырғанын айтты. Рокфеллер Плаза қонақ үйі 1930 жылдары жаңадан салынып жатқан кезде инженерлер бірден екі мәселеге тап болды. Солардың бірі 3 ирландық иелері бар бір паб болды. Олар өз пабын Рокфеллерлерге $250 миллион аз сатудан бас тартты. Ал жаңа салынатын қонақ үйдің құны дәл сондай сома болған. Және қасындағы аяқ киім сататын дүкеннің қожайыны да дүкенін сатудан бас тартты. Ақырында қонақ үй кішкентай дүкен мен пабты айналып өтіп салынған. Олардың барлығы әлі күнге дейін тұр. Нью-Йорктегі $1 миллион бұрыш. Оны 1900 жылы ірі сауда орталығын салу жоспарларына кедергі болып бұзу үшін Macy's компаниясының бәсекелесі сатып алған. Бұдан ештеңе шықпады, өйткені Macy's иелері мүлдем басқа ауданды сатып алды. Енді ғимараттың үстінде керемет ретінде әлемдегі ең үлкен сауда орталығының жарнамасы ілініп тұр. 2012 жылы Лау Башин және оның әйелі нағыз қырсықтықтың тірі үлгілері болды. Олардың көршілері ұсыныстарды қабыл алып, үйлерін тастап көшіп кеткенге қарамастан, олар үйлерін сатып кетуден бас тартқан. Ұзақ уақыт бойы отбасы жолдың шуына ұшыраған. Бірақ ақыр соңында үкімет Лау Башин мен оның әйелін үйді сатуға мәжбүрледі. Башин соттасып жүруге шаршағанын айтты. Жолдың ортасында бұл үйдің фотосуреттері сақталғаны керемет болғаны.